достар, сіздермен бірге Кербес бол, және де бүгін менің арнамда өте бір қызықты видео болмақшы. Яғни, бұл видеоны америкалық YouTube'да өте көп жасалынған видео. Яғни бұл жерде Диастың отырғанда бекер емес. Бұл жерде біз тағы да бір тег жасағалы отырмыз, ол boyfriend тег деп аталады. Мен ештеңе білмеймін, шынымды айтсам. Қалай не жасалатындығын. Sorry. Мына жерде көп нәрсе бар. Былай примерно қазір. Менен гөрі Диас менше көбірек қобалжып отырған сияқты. Иә, Айжанның бетін қазір былай жасап, қорқып отыр мен, қалай мастер-класс көрсетеді. Бірақ біз алдын ала келісіп алдық, соңында ренжімейміз деп. Иә. Сонымен неден бастаймыз? Спрей екен, антимикробный. Иә. Енді щеткаларды қолданбастан бұрын, мен айтқам алдымен. Онда қатты көп емес. Не істейміз? Бұнымен бетті бірінші бүйтіп тазаламыз. Сонда бұл беттің қай жерінде тазалаймыз? Беттінде, мына тұрққа. Face mix дейді, мынандай крем бар екен. Basic primer. Basic primer. Дұрыс. Осын жағып бастаймыз, өйткені бетті кішкене не істеу керек. Тазартқанда ана крем жақпастан, мыналарды жақпастан бұрын тазалап қою керек те. Қолымды тазалап жіберейін, овал ғой, тап-таза бетін. Бетке қарай бет. Тегіз не қап? Тегіз. Қайық. Так, енді бисмилля деп бастаймыз. Бұл праймер не үшін? Бұл праймер жаңа макияж жасамастан бұрын астында нормальный не болып тұр ғой, мысалы. Фундаментін жасайды ғой үйдің, сол сияқты макияждың астында фундамент осында болу керек, мен түсінген бойынша. Өйткені бетті жұмсартып, әдемілеп, макияжға дайындайды. Прям массаж жасап жатқан сияқты. Қазір мынау тоналканы жағуымыз керек, мен білуімше. Осы беттің, оның беттің ужасының серісіне сәйкес келеді. Білмеймін. Білмеймін, қайсын жағуымыз. Қайсын жағуымыз? Өзім біл. Мынаны жағам. Қайсын? Кеттік ал. Соны не істейді ма сонда? Не болып отыр? Хомор несі болып отыр? Вот, тональный крем. Бұл тональный крем. Жағылған бәрін бүйтіп не істеп шығу керек, дұрыстап шығу керек та. Не көрдіңіз ба? Сенің любимый щетка. Бүйтіп қойымыз да. Анау тегіс жағылмаған жерлердің бәрін тегістейді деп ойлаймын. Бізде керекті. Мынау қас жасайтын, бояйтын eyebrow pencil дейді. Тауып алдың ба? Тауып алдым. Бірінші сөз бояйын. Үзден қастар онсыз әдемі ме? Әдемі қастармен қайтып қоямыз. Еще мынандай мода бар қазір. 4-3 слот қоятын әжем. Мне кажется, грузил лоб поставлю. На! Бұл қасты бұл. Айтом. Жаным еді. Айтом.
Давай кетіп тұрсаң кішкене болмайтын ол. Жоқ, біраз өшіретін болу керек қой оны. Ладно, есть важные салфетки. Окей. Кешіріңіздер. Күшіп боянды жоқсын, тақ қасына дейін. Нех бояны. Білмеймін ғой, бою керек екен деп ойладым. Тақ қасына қойып барып. Так, енді мен қазір кірпіктерін боямын. Так, көзімді бүйтіп былай ұстап. Астың қызларын үстіне. Мына жерге тейін деймін. Сондай жауа керек та. Еще көздің астынан карандашпен бір нәрсе боя, бір нәрсе істейтін бар, ондай істегім келмейді, оның қорқынды болады. Әшейін давай тейін жасаймыз, Urban Decay Naked 2 дейді. Так, бүгінгі киімі ашық түсті екен, күн шығып әдемі болып тұр, ауа райы, сол себепті біз ашық қылып жасаймыз. Foxy дейді, Half Baked дейді, Booty Call, Chopper, Tease. Менше Booty Call болады. Booty Call. Бұдан кейін мән беретін боламын енді, макияж қалай жасалынады. Еш көңіл аудармаппын дұрыстап. Мұрынның несін жасаймыз, контурын жасаймыз. Ол мынамен жасалынады. Контурын жасау деген сөз, ол мұрынның қырларын әдем жерін көрсету. Білдірмей жасайсың да. Вроде бы есть, вроде бы нет. Так. Да, здесь. Мама любит рэп, мама босс. Просто близко называем, да? Просто близко. Так. Lost Brilliance diye. Әшейін, аузында. Тісіңді бояп жатсың. Что? Makeup. Makeup is over. Alright. Басқа ештеңе қоспайсың ба? Так, тоқтама. Жам шығып кетті. Так. Кеттік. О. Бұны мен еще румянымды көрінбей тұру керек сияқты мен шандай. Қатты білінбейді, көзге шалыспайды. Жаңағы подводка деген нәрсе ол қолын ба? Мен юкіт. Ладно, давай екінші көзді боя. Ата-ананы көп ұстасам, қатықлайды. Мен екі түрлі кейш. Мені сүрт жүрсе бола ма? Үшіп кесем. Норм, четко да. Болды ма? Менің сонымен бүгінгі лугым осындай болып, мен өзім көрмеймін ба енді? Көресің не? Айна берейін ма? Айна. Әдемі? Тонын жақсы жапсың. Маған тонын алып тұр. Жалпы өздеріңіз бағаларыңызды берерсіздер. Иә, менің
бүгінгі макияжым осындай. Негізі өзім жасағаны күштірек маған қарай. Бірақ енді қолымнан келгенше жасадым. Айттым бірінші рет істедім деп макияж деген нәрсені. Маған қайта ұнады сен жасағаның. Жақсы. Бізде осындай қызықтар достар, егер де өздеріңіз де осындай видеолар жасайтын болсаңыздар, онда міндетті түрде осы видеоның астына сілтемесін тастасаңыздар болады. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Сау.